Қызылша өте жұқпалы инфекция. Оны қызылша вирусы тудырады. Қызылша вирусы қабықшасы бар, бөлінбеген, теріс тізбекті РНК вирус. Ол парамиксавирустар тұқымдасына жатады. Бұл вирус тыныс алу жолдары арқылы тарайды және ауада 2 сағатқа дейін сақтала алады. Сондықтан қызылшаны жұқтырған адам бөлмеден шығып кеткеннен кейін де сол бөлмеге кіріп жұқтыруы мүмкін. Вирус әдетте тыныс алу жолдары арқылы енеді, бірақ ауыз немесе көздің кілегей қабықшасына тікелей жанасу арқылы да жұғуы мүмкін. Тыныс алу жолдарына енген соң вирус альвеолалық макрофагтар немесе дендриттік жасушалар сияқты иммундық жасушаларда көбейеді. Инфекция дамыған сайын вирус аймақтық лимфа түйіндеріне тарайды. Кейін қан арқылы басқа мүшелерге, орталық жүйке жүйесіне, көздің конъюнктивасына, тыныс алу жолдарына, теріге және асқазан ішек жүйесіне жетеді. Клиникалық тұрғыдан инфекция бірнеше кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең инкубациялық кезең. Бұл уақытта науқаста ешқандай белгілер болмайды. Бұл кезең шамамен 6-дан 21 күнге дейін созылады. Келесі кезең продромальды кезең. Бұл кезде науқаста жоғары температура және қызылшаға тән 3 белгі дамиды. Жөтел, көздің қабынуы, мұрынға су ағу. Бұл белгілер әдетте 2-4 күнге дейін созылады. Осы уақытта кей науқастарда көплек дақтары пайда болады. Бұл дақтар тек қызылшаға тән белгі болып есептеледі. Келесі кезең экзантема, бөртпе кезеңі. Бұл уақытта науқаста ерекше бөртпе пайда болады. Ол алдымен беттен басталып, кейін дене мен аяқ қолдарға тарайды. Бірақ алақан мен табанда болмайды. Бөртпе қызыл реңді макула папулалық және басқан кезде уақытша жойылады. Ол әдетте 6-7 күнге дейін созылады. Соңғы кезең қалпына келу кезеңі. Көптеген белгілері 7-10 күн ішінде жоғалады, бірақ жөтел бірнеше аптаға дейін сақталуы мүмкін. Инфекцияның бұл кезеңінде науқастар ең жұқпалы болып, инкубация кезеңінің соңынан бастап және бөртпе шыққаннан кейінгі 5 күнге дейін қалады. Диагноз көбіне клиникалық белгілерге сүйеніп қойылады. Анамнез жинағында науқаста иммунитеттің болмауы немесе сол аймақта қызылшаның өршіп жатуы әсер етеді. Растау үшін серологиялық талдау немесе ПЦР әдісін қолданамыз. Емдеу көбіне симптоматикалық сипатта. Сұйықтық беру немесе қызуды түсіретін дәрілерді қолдану. Қызылшамен ауырған балаларға, әсіресе ауыр түрімен ауырғанда А дәрумені беріледі. Себебі оның жетіспеушілігі аурудың асқынуы немесе өлім қаупін арттырады. Науқастардың шамамен 30%-ында қызылшаға байланысты бір немесе бірнеше асқыну дамиды. Жоғары қауіп тобына иммунитеті төмен адамдар, нәрестелер, қарттар, жүкті әйелдер және А дәрумені жетіспейтіндер жатады. Вирус көптеген мүшелерді зақымдайтындықтан әртүрлі асқынулар пайда болуы мүмкін. Соның ішінде диарея ең жиі кездеседі. Пневмония балалар арасында қызылшадан болатын өлімнің ең жиі себебі. Сондай-ақ неврологиялық асқынулар да болуы мүмкін. Энцефалит әдетте бөртпе шыққаннан кейін бірнеше күнде дамиды. Белгілері қызу, тырысу, жүйке жүйесінің зақым белгілері және ашушаңдық. Жедел таралған энцефаломиелит қалпына келу кезеңінде дамиды. Бұл аурудан кейінгі аутоиммундық реакция деп есептеледі. Белгілері қызу, естің бұзылуы, әлсіздік және үйлесімсіз қозғалыстар, яғни атаксия. Созылмалы склерозды панэнцефалит сирек, бірақ өлімге әкелетін жағдай. Ол инфекциядан 7-10 жыл өткен соң дамиды. Себебі нейрондар мен олигодендроциттерде вирус ұзақ уақыт бойы жасырын түрде көбеюі мүмкін. Белгілері мінез-құлық өзгерістері, миоклонус және біртіндеп неврологиялық бұзылыстардың пайда болуы. Соңғы маңызды асқынуы қызылшаның иммундық жүйені әлсіретуі. Бұл басқа вирустар мен бактериялардан айырмашылығы, мысалы аденовирус немесе стафилококктан екіншілік инфекциялардың дамуына әкеледі. Қызылшаның алдын алу ең тиімді жолы вакцинация.
тірі әлсіретілген вакцина әдетте 1 және 4 жасында 2 рет егіледі. %95 жағдайда иммунитет қалыптасады. Қоғамдағы жоғары вакцинация деңгейі вакцина алмаған адамдарды да ұжымдық иммунитет арқылы қорғайды. Қорытындылай келе, қызылша вирусынан туындайтын өте жұқпалы ауру. Ол жоғары температурамен, жөтелмен, конъюнктивитпен, мұрыннан су ағумен басталып, кейін бөртпе шығумен жалғасады. Көплік дақтары ауруға тән ерекше белгі. Асқынулары диарея, пневмония, иммундық әлсіреу, неврологиялық бұзылыстар. Мысалы, созылмалы склерозды панэнцефалит. Емі поддерживающая терапия. Ал балаларға А витамині беріледі. Көп жағдайда қызылша өздігінен жазылады. Бірақ ауыр асқынуларды болдырмау үшін уақытылы күтім және вакцинация маңызды.